Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khayr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli ko'rarmanlar, hurmatli shogirdlar, hurmatli jamoat. Mene bizning bugungi darsimizda al-qamariya, ash-shamsiya degan harflarni o'tетін bo'lamiz. Ya'ni biz bu al-qamariya, ash-shamsiya deganimiz ne? Soni bugun tushuntiramiz. Al bismillah, unda boshlaylik. Al-qamariya harflari, ya'ni al-qamariya harflari mene yozilgan, ol 14 harf. Осы 14 әріптігі сізге айтып өтейік, одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Алиф, бә, джим, ха, хо, айн, ғойн, фә, қоф, кәф, мим, вау, ха, я. Міне осы 14 әріп бұл қамария әріптері. Ол қалай? Міне сіздерге түсіндіріп кетейін. Осы 14 әріптің ішінде алиф, міне бірінші мысалға келіп тұр. Яғни ләмнен кейін алиф тұр. Қараңыздар, әл деп біз ләмға сүкін қойдық. Енді қараңыздар, әл-әрду. Әл-әрду. Осы 14 әріп әл артиклінен кейін келсе, онда біз әрдайым ләмға сүкін қойып оқимыз. Міне мысал, әл-әрду. Әл-бәләду, яғни бә әрпі келіп тұр, міне, әрі қарай. Әл-жәмәлу, қарасаңыз, джим әрпі келіп тұр. Әл артиклінен кейін. Әл-хамамәту, көрдіңіздер ғой. Әрі қарай. Әл-хосарату, әл-айну, жалғастырамыз. Әл-ғоламу, الفيل القلم الكلمة المدرسة الأسع жалғастырамыз. الهداية اليد. Міне құрметті көрермендер, көрдіңіздер, бұл 14 әріп егерде әл артиклінен кейін келетін болса, онда біз әлге сүкін қойып оқитын боламыз. Әл-арду, әл-бәләду, әл-жәмәлу, әл-хамамәту, әл-хосарату, әл-айну. Жалғастырамыз. Әл-ғоламу, әл-филу, әл-қаламу, әл-кәлимәту, әл-мәдрасату, әл-усу, және де әл-хидаяту, әл-яду. Міне құрметті көрермендер, бұл 14 әріп қамария әріптері. Қазір біз әш-шамсия әріптерін өтеміз. Ал енді құрметті көрермендер, қазір әш-шамсия әріптерін өтеміз. Осы 14 әш-шамсия әріптерді башынан аяғына дейін бір қайталап өтейік. Тә, сә, дәл, зәл, ро, зәй, син, шин, сод, дод, то, зо, ләм, нун. Міне осы 14 әріп әш-шамсия әріптері. Енді осы 14 шамсия әріптерін қазір әл артикліне қойып оқып көреміз. Жаңа біз қамар әріптерін оқыған кезде ләм әріпіне сүкін қойып оқыдық. Енді біз осы шамсия әріптерімен жолыққанда әл артикліндегі ләм оқылмайды. Яғни шамсия әріптері шәддәлі болып оқылады. Ол шәддәлі бір әріпті екі рет оқу. Қараңыздар. Әт-тәмру. Міне ләм тұр, алиф тұр. Қардыңыздар ғой? Алиф оқылды да, ләм оқылмады. Әт-тәмру, әт-тәмру, әт-сәуру, әт-сәуру, әт-дәрсу, әт-дәрсу, әт-зикру, әт-зикру, әр-рукну, әр-рукну, әз-зәйтуну, әз-зәйтуну, әс-сәғату, әс-сәғату. Көрдіңіздер, құрметті көрермендер, бұл жерде жаңағы әл артиклінен кейін шамсия әріптері келіп жатыр. Ол шамсия әріптерді біз шәддәлі қылып оқып жатырмыз, яғни тәштит қылып. Қараңыздар. Әш-шамсу,
Әш-шәмсу, әс-собру, әс-собру, әд-долалату, әд-долалату, әд-тақияту, әд-тақияту, әз-зулму, әз-зулму, әл-луғату, әл-луғату, және де ән-нәру, ән-нәру. Міне, құрметті көрермендер, бізде бүгінгі дәрісімізде қамар әріптері және де әш-шәмси әріптері осы әл артикліне келгенде олар қалай оқылатындығы. Яғни қамар әріптерінде ләм сукунды болды, шәмси әріптерінде шәмси әріптері ол шәддәлі, яғни тәштит болып оқылды. Бұл енді аты да өзі қамар әріптері, шәмси әріптері, яғни қамар әріптері ай әріптері, шәмс әріптері ол күн әріптері деп екіге бөлген аттарында. Ал енді біз басынан аяқ тағы да бір қайталап өтейік. Сіздер бізбен бірге назар салып тыңдап отырыңыздар. Бұл енді шәмси әріптерін әл артикліне қосып оқимыз. Әт-тәмру, әт-сәуру, әд-дәрсу, әз-зикру, әр-рукну, әз-зәйтуну, әс-сәату. Жалғастырамыз. Әш-шәмсу, әс-собру, әд-долалату, әд-тақияту, әз-зулму, әл-луғату, ән-нәр. Ал құрметті көрермендер, міне бүгінгі біздің соңғы дәрісіміз, яғни мұғалім сәлемде біз әріпті таныдық, оны әріпті бір-біріне қосуды үйрендік. Енді біз осы Құран оқуға бір қадам жақындадық десек болады. Алла тағала біздің осы басынан аяғына дейін оққан сабақтарымызға Алла жеңілдік берсін. Және де осы Құранды ережесімен мәнерлеп дұрыс оқуға бұл тәжвид ілімін оқуымыз керек. Ал енді ол біздің мешітіміздің қарийы, аман ұстазымыз тәжвид ілімін өтеді. Осы біздің каналымызға жазылыңыздар, осы тәжвид ілімін оқып үйреніңіздер. Алла тағала сіздерге жеңілдік беріп, әрқайсыңызға Аллахтың Құранын, Құран кәрімді баршаңызға оқуды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.